Жасым биыл 49-да. Чай қайнатып енді тамақ істеп тіршілігімізге керектенеміз ғой мұзды. Қымтанып жатып алғанда қазір тоңбайтын болып отыр. Мағұсаған қайсарқан істеп шығарады. Кірді қалай жуасыз, қайда жайып кептіресіз? Кәләбір деген мылтық. Осындай ауа райында міне қазақ үйде, киіз үйде біздің бауырларымыз өмір сүреді. Керейдің жалғас тұрпағымыз ғой негізі. Ассалаумағалейкум қарақтарым. Біз 2000 шақырымды артқа тастап Монғолияға келдік. Бұл жерде өзіміздің қазақ бауырларымыз тұрады. Керейлер мекендеген. Қазір қыс айы, қаңтардың қақаған аяз десек те болады. Мына жақта -40 градусқа дейін барады түнде. Күндіз -35. Бүгін таңертең өзі солай басталған. Осындай ауа райында міне қазақ үйде, киіз үйде біздің бауырларымыз өмір сүреді. Бүгін солардың өмірімен танысамыз. Алдымен арнаға тіркеліп, лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар. Бар қазақтың басын бір YouTube арнаға біріктірейік. Су әкелуге кетіп барамыз енді. Мына жер астынан шыққан су мұз болып қатқаннан кейін біз осы енді мұзды тіршілік етіп, апарып ерітіп, соны су қыламыз. Бір жерде нұра бесе кете береді. Мәссаған зілді екен. Баны өзіңіз осылай көтеріп аласыз ба? Иә, осылай көтеріп алам. Мынандай қыр тіршілігінен балаларға көрсетпейін. Сол. Мынандай қиын өмірді балаларымыз көргізсін. Көрсетпейін десе деп ойлау мақсатымыз сол. Балаларымыз оқып жатыр. Әкеп ертіп, мынаны суғып, чай қайнатып, енді тамақ істеп. Сол енді тіршілігімізге керектенеміз ғой мұзды. Солай жаңа мал күзеткенде жамылатын ішігі болып отыр ғой. Сол енді мынаның қазір, міне, бірақ ешкінің терісіне істеген 12 ешкінің терісіне. 12 ешкінің терісіне? Мынаның жеңінің өзі қазір мына үлкен болып отыр. Енді түнде далаға жатқанда мынаны, мына жағын қаратып, міне. Мына жағын қаратып, жаңа бүйтіп. Енді мынаны шығарып, мына жағасын деп, міне. Мына мойын бас жаңа тоңбайды. Сосын мынаны міне бүйтіп. Қымтанып жатып алғанда қазір тоңбайтын болып отыр. Малдың жаңа тіккен терісіне істеген нәрсе. Бауырымыз екеумізде осы орада 280-дей сарқында ыңғы яқ сарқы судың аржанда жатыр. Жылқымызды енді қазір айдап кеп суарамыз. Мынау арқан деген жаңағы малдың мынандай жылқының терісі қайтып жаңағы сиырдың терісі соны үйге салып, сонан кейін жаңағы қайтадан илеп, сонан нағысаған қайсарқан істеп шығарады. Қытайдың жібарқаны болғанда ол жаңағы атқа арқан тастағанда қолды бірақ ысып кетеді, екінші кісіні орап кетеді. Мынау болғанда кісіні орамайды, қайтып үзілмейді. Бір жылқы, бір сиыр, бір түйе, 10 қой, ешкі деген сөйтіп араластырып соямыз. Бір қыста, қыстық соғымыз ғой. Енді анандай келген қонақ жайымызға тамақ істеп береміз. Түнде де отырып жағасыздар, түнде сонда? Жоқ, өңірде бір енді 11-де жаққаннан кейін қайтып от жақпаймыз. Сол өзі таңертең 7-де тұрып, от жағып ары қарай тіршілігімізді жалғастырғаннан басқа енді ол түнде тұрып от жағады деген болмайды ғой. Мотоциклдің дөңгелегі жарылып қалды ма? Сөйтті. Бүкіл Қазақстан білден сіздің дөңгелеген жарылып. Ұят болды ғой. Орыс камер салып жүресің. Қытайға бір шақ келмейтін ол. Қытайдың камерасы ма? Ішігімізді бірінші тоқтату үшін, екінші жаңағы беліміз ауырмау үшін, солқылдамау үшін соған орап тұрмыз ғой. Белдік тартатын шығар мына. Жаңа Қазақстанда да, Моңғолда да белге белдік тартады ғой. Соның орнында жаңа мынаны орап тұрмыз ғой. Сонан жаңа бүйрек ауырмайды, бел ауырмайды деп тартып тұрмыз. Атпен жүргенде. Мынандай чаш машинеміз бар ғой. Жаңағы күнмен сеңілетін неменеге жалғаймыз да, мынадан тура соған аламыз ғой. Осы жерден шашты. Иә, тақырлап не өзі нәрсесі бірақ дайын тұр ғой.
Қырдың тіршілігі болғандықтан енді ас бөлмеміз осы, тамақ дайындаймыз, енді мынау болғанда тұзымыз, мынау болғанда шайымыз деген секілді енді. Шай, бәсе, мынада ақ аралас, ол ақ тары ма ішінде? Тары шай. Мынау әбетіміздің қалғаны деген секілді енді. Ал етті қайда сақтайсыздар? Етті сыртқа сақтаймыз енді. Керекті етіміз мынадардан ала беретін отымыз ғой, мына соқ қойып. Барлық ет андағы, сол анда соқ қоямыз ғой. Әйтпесе анда жаңағы сырттан ит жеуге болады, құс жеуге болады. Чаң тозаң болады, сосын онан соқ қойып тұрмыз ғой. Кірді қалай жуасыз? Қайда жайып кептіресіз? Елегенге салып жуамыз қолменен. Кәдімгі қолмен салып жуамыз да. Сол енді ағаштардың басына ана ұқсап жайып қойып кептіріп аламыз. Атқа да сөйтеміз ана. Түнде тоңбайды деп ана ұқсап үстіне нәрсе жабамыз. Әйтпесе түнде аяз қатты суық, 35 градустың аяз дегенде түнде тоңатын болып тұр. Сосын анда ұқсап нәрсе жабамыз. Кәләбір деген мылтық, енді өзімнің үлкен мылтығым сұмын түбінде, жаңағы бауырым үйінде. Ал мынау болғанда сол бір жаңағы енді қасқыр қандай бір дауыс шығатын болса, соған баяғы атамыз анда-санда, сол қой мал сол үркісе қорақ атамыз, сондай ұстап жүрген мылтық баяғы. Документ біткені бар, сондай мылтықтар. Ойынан дауысы, қасқыр шошитын дауысы емес қой аға. Қасқыр енді өкпесінен атсаң, ол ұзай алмайды ғой. Өкпесінен тигенде әміс қалатын, дем алатын жері, ол кіті жүгіріп барып өледі ғой. Мынаны енді сырмақ деп айтады. Қазақи енді астыға төсенішке салатын қазақи сырмақ. Қойдың жүнінен істеліп, мынау енді. Өзіміз сол қойдың жүнінен өзім істеймін. Өзі тіршілігіміз осылай жалғасқаннан кейін қиыншылық болмайды. Өзімізге қолайлы негізі. Қанша кегіз үй болса да өзімізге қолайлы. Адамның пейілі деген кең болса үйінен осылай қонақтар қамайды. Мысалы кейбір үйлер бар, зәулім сарайлар, бірақ ішіне қонақ келмейді. Ал мына жерде қазақ үйде, киіз үйде қысқы уақытта оның үстіне дастарханнан, жеңгеміздің дастарханнан қонақ үзілмейді екен. Қазақи жалғасқан, қонақ үзілмейтін қазағымыз, кең қолтық керейдің жалғас тұрпағымыз ғой негізі. Жеңгеміздің қолы алтын екен, өте дәмді. Рахмет, қолайыңыз дерт көрмесін. Телефоныңызды айтамын сізді. Бір рация сияқты екен. Мына телефон болғанда қазір сіз анда телефоныңыз қайда? Соткаңызбен жалғасаңыз шықпайды. Бізде болғанда сүлже деп айтамын, сіздерде болғанда немене нашар ғой. Ал мына телефонмен болғанда сеткі. Мына телефонмен болғанда сол жаңағы мал сұлдың зұрғын тартып ап, енді жаңағы сұмын түбі жаңағы неменеге барғанда сөйлесеміз. Мынау болғанда үйде тұрады. Қандай кісі мал сұрап жалғағанда мына телефон шығады. Бәрін 9-да келеміз, кешке күн батқаннан кейін қайтамыз. Сағатта 6-7-лер. 6-де қайтамыз, сола 6:30-ға таяп. 100 түп шабасыздар. Жер қойы болса, жер сұйық болса, ода аздау шығады баяғы. Қаншадан болып жатыр шөптің? Кем жоқ, бағасы 5.000 маңайды кәне. Бір түбі 5.000. Бір болды, бір шеркек болды. Дулат ағамыздың қыстағынан 15 километр қашықтықта Моңғол ауылы бар. Аймақ өте үлкен, тек моңғол ұлты тұрады. Көріп тұрғандарыңыздай, кейбір тұрғындар киіз үйде өмір сүреді. Қысқы уақытта қазақтар ғана киіз үйде тұрмайды екен, өзіміздің моңғол ағайындар да осындай киіз үйді пайдаланады. Сіз қазақсыз ба? Моңғол. Моңғолсыз ба? Тілді қалай үйреніп алдыңыз? Үйренеміз ғой енді. Қазақ ауылдармен бірге тұрғанбыз. Әке-шешеміз сондай ауылдардың жерінде тұрған, кішкене кезде. Соны оғып алдық қой.
Достар, қалайсыздар? Шығарылым ұнап жатыр ма? Арнаға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар. Білесіздер ғой ол жағын. Менің Монғолияға баруыма ат салысқан Шамшархан, Думан, Кәмшат, Жанболат, Дәмеғой, Карл, Бақыт, Айнагүл, Асланбек, Жомарт, Файзолла есімді жандар біздің құрметті көрермендер. Барлығы 32 мың теңге жиналды. Жоғарыда аты аталған жандардың барлығына алғыс, еңбектеріңіз жана берсін. Сіз де жалғыз жолаушының келесі шығарылымына қолдау білдіре аласыз. Ол үшін төмендегі нөмірге өзіңіздің қолдауыңызды жіберсеңіз болады. Келесі шығарылымда олардың есімі міндетті түрде жазылады. Айтпақшы, мына жерде төбенің үстіне, қораның төбесіне қиларды жайып қойған, кептіріп. Бағана не деп сұрап жатырмын, сөйтсем, қи екен ғой. Моңғолдың ұлттық оюы. Бұл сіздің ас бөлмеңіз. Ал мына жақта сіздер ұйықтайсыздар. Біздер ұйықтаймыз. Ал ана жақта бала-шағаңыз. Бала-шағамыз. Қонақ келсе қайда жатады? Қонақ келгенде қайта төсегін етіп береміз осында. Ортаға қарай, ортаға. Біздер олғанда ортаға, келген кісіге ортаға. Ыстықтадым, ыстық екен үй. Өте тамаша. Жалпы, осы моңғол ағайындармен қарым-қатынастарыңыз қалай? Өте жақсы, бір ауылда өскенбіз бәріміз. Тегінде біздің ауылда болған мына кісілер. Сосын осы бөгімірін, Саймаған бөгімірін сымын бала арқылы сабақ оқыту үшін мына кісілер көшіп келген осында. Бізде болғанда моңғол мектеп, қазақ мектеп дегенде бізде моңғол мектеп жоқ. Сондықтан осы кісілер балаларын оқыту үшін осы моңғол мектепке бола, осы көрші сомынымыз бөгімір сымға көшіп келген. Қазақ үйде бұл дөңестеу келеді ғой, мына бұрышы. Ал мына жақта тік болады. Шөп шабатын құрылғы. Бағана өздеріңіз көрдіңіздер ғой. Далада осылай шөп шабып жүрді. Айтпақшы, мына жақтың есігін ашты бала. Бұл қоймаға етті, азық түлікті сақтайды. Міне қазы қартан алып шықты, мінеки ағамыз біз келеді деп. Міне киімдерін осылай далаға сыртқа іліп қояды. Шарбақ тігіп қойған ағаштан. Моңғол ағайын осылай тұрады. Үйлері осындай. Артық дүниеге, мал мүлікке қызықпайды. Малды соятын құс соямыз. Неметіп ап. Қалай сонда? Бауыздайсыздар ма? Бауыздамаймыз. Неме дейдік? Өртшіліп. Жел нұқсып неметеміз. Шығарамыз. Желкесінен орасыздар. Сөйтіп малды солай соясыздар. Сөйтіп соямыз. Бізде жұлындайды ғой, содан Жұлыннан саласыздар. Бүйіртектер, өндірі бүктерін ұшық. Көтіне аяқ мотшық. Үнтісасына ол мотшық. 7 ата емес, бұл кісілерде 9 ата деген болады дейді. 9 ата. Мысалға әкесі, оның әкесі, атасы, ол ата деп жүре береміз ғой бізде. Біз 7 ата деп айтамыз, бұл кісілер болғанда 9 ата болады дейді. 9 атадан өз тараған ұрпақтардан ешқандай қыз алып, қыз бермейміз дейді. Қара шаңырақтың ошағы еш уақытта сөнбеу керек. Бұл біздің атадан қалған салт дәстүр. Соны сақтауымыз керек. Сол үшін осы киіз үйден көшпейміз дейді. Бізде мүмкіндік бар, 2-3 қабатты үй алып, жер үй салуға. Бірақ ата жолы, Шыңғысханнан қалған дәстүрді біз сақтауымыз керек дейді. Нақты осы кісілер ешқандай дін ұстанбайды екен. Басты діні ол ата-анасы. Ата-анасын құрметтейді. Міне көрдіңіздер, төрде суреті ілініп тұр. Алдына тостағандар қойылған, ол жерге тамағын, тағы басқа дүниесін арасында салып тұрады. Оларды өте қатты құрметтейді екен. Дәрәтші күткерілтілі ауында бағыдағы ішті, дейме? Қандай бір үйден бір адам қайтыс болады ғой. Мысалы былай үлкен енді салынған үйлерде отырады ғой. Осы үйде отырса да, сол адам қайтыс болғанда забыл, сол адамды кигіз үйімізді тығып, забыл кигіз үйден шығарамыз дейді. Ал енді үйленген жағын алып қарасақ, үйленгенде былай бізде болғанда, мысалға 4 ағайынды, 5 ағайынды боламыз ғой. Өскенде мысалға ағал бауырлар болғанда бір ағасы үйленгенде, келесі бала үйленгенге дейін сол бала сол үйде тұра береді ғой бізде. Келесі бала үйленді, сіз болғанда жеке отау көтеріп, жеке шығасыз. А бұл кісілерде ондай нәрсе жоқ дейді. Бір бала болсын, 10 бала болса да, сол бала үйленді, үйленген кезінде сол жігіт жағы болған кезінде үйін тігіп беріп, қыз жағы болған кезде үйінің ішін толтырып беріп, забыл тура кигіз үйге, жеке бөлек үйге шығарамыз дейді. Бұл жақтағы моңғол мен қазақтың ұқсастығы өте көп. Мысалы, дастарханнан қарасақ, 5 бармақ ет асқан, жаймасы да тура қазақтікі сияқты. Мына жақта қарны бар, жал жая, қазы қарты, міне жамбас сүйектері бар. Және бір қызығы, етті әркім өзіне қажеттісін кесіп алады, солай жейді екен. Міне қараңыздар, алдымызда 3 пышақ тұр.
әрбір адам өзіне қанша қажет соншасын жеп кеседі де соны жейді екен. Ең бастысы адамның пейілі кең болса, оның шаңырағы да кең болады, дастарханы да мол болады. Бүгінгі шығарылымнан менің түйгенім осы. Сіздермен болған жалғыз жолаушы. Аман болыңыздар. Барша қазақтың басын бір YouTube арнаға біріктірейік. Ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Ассалаумағалейкум. Иесі ме?